Баршаңызға сәлем. Менің берекелі асханама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында осындай өте дәмді, керемет болып шығатын шоколадный паста жасап көрсететін боламын. Жасалу жолы өте оңай, мұқият қарап отырыңыздар. Ең алдымен біз 300 грамм шекерімізді таза құрғақ ыдысқа салып алып, 300 грамм сүтімізді құямыз. Температурасы маңызды емес. Одан кейін 3 қасық какаомызды қосып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Барлығы біркелкі болғанға дейін араластырып алып, 300 грамм сұйық майымызды бөліп құйып отыратын боламын. Өте дәмді, керемет болып шығады. Балаларға қатты ұнады. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Сұйық майымызды осылай аз-аздан құя отырып араластырамыз. Барлығы біркелкі болу керек. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Пікірлеріңіз болса, астында комментарий бөліміне қалдыруларыңызға болады. Қажетті заттардың барлығын астында описание бөліміне жазып қалдырамын. Майымыздың барлығын құйып алдық. Енді газымызге қойып бір қайнатып алатын боламын. Үстіне бір қасық ұн қосып жібердім. Ұнымыз түйіршік болып қалмау керек. Барлығын жақсылап араластырып аламын. Түйіршіктері кету керек. Шоколадымыз осылаймен қайнап шықса, сонымен дайын болады. 5-6 сағатқа холодильникке салып қойдым. Одан кейін алып, балаларға бере берсеңіздер болады. Өте дәмді, керемет болып шықты. Үй жағдайында печеньелерге, торттардың беттеріне де қолдануға болады екен. Шоколадымыз қайнап шықты. Енді суығаннан кейін холодильникке салып 6-7 сағатқа қойып қойдым. Шоколадымыз осылай өте дәмді болып шықты. Балаларға нан батырып жесе де керемет. Достар, менің видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Алдағы уақытта да өте пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Келесі видеода